сіздермен мен тұрақты көрермендерім. Міне бүгін біз Семейге жол тарттық. Алла қаласа Шәкәрім атындағы университеттің олимпиадасына қатысайық деп. Оқушымыз екенбіз Әйгерім Өмірбекова. Ол кісі өткенде бірінші турда 80 балл жинаған, 85 балл. Енді екінші турын офлайн өткізейік деп соған бара жатырмыз. Бүгін бір пайдасы жоқ видео түсірейін деп. Міне біз Аршалыдан өтіп барамыз. Айжан таулары, Қаракөл. Міне біз Қапамбұлақ ауылынан өтіп барамыз. Біздің алдымызда үлкен Би-Боранбай би бабамыздың кесенесі бар. Би-Боранбай туралы да мен сіздерге жақсы ақпараттармен болашақта бөлісемін. Әзірге міне бізден 60 километр жерде Қапамбұлақ деген ауылдың шетінде ЮНЕСКО көлемінде ол кісінің кесенесін көтеруге ЮНЕСКО көлемінде қаражат бөлініп, үлкен мамандар келіп, осы Би-Боранбай би кесенесін неше жыл салып жатыр. Енді бір уақыт болғанда түсіп, арнайы келіп, осы кесененің іші сыртын тағы бір салармын. Әзірге міне енді баяғыда бабаларымыз Әтеке осындай жолдың бойында, осы соңғы сапарында ол кісі